Сопы да сол арада болатын. Қыжылық айтып, қуаныштан алақанын сықылап тұрған. Король ишарат жасағанда баланы дар түбіне алып барады. Сонда ол король мен королеваға қарап былай дейді: Әмірі күшті король, өлім жазасына кесілген бейбақтың ақтық тілегін беретін дәстүр бар. Менің де бір тілегім болып тұр. Сіздің ұлы мәртебеңіз соны қабыл етсе, армансыз өлер едім. Болсын, дейді король. Тілегіңді орындауға уәде берем. Басымдағы тәжіммен ант етемін. Мен бір жарлы күйшімін. Қызыл сөзге жоқпын. Сондықтан скрипка шалуыма рұқсат етіңіз. Скрипкам маған өлшеусіз бақыт, қуаныш сыйлап еді. Соңғы рет сыңсытып, қоштассам деймін, дейді бала. Рұқсат бермеңіз, тақсыр. Рұқсат бере көрмеңіз, ұлы мәртебелім. Уәдеңізді қайтып алыңыз, деп бақыра жүгірген Сопы корольдің аяғын құшақтай құлайды. Бірақ король түнеріп: Сен мына баланы лағнаттағанда ләммим деп бетіңді қайтармап едім. Айтқандарың болып, бала дарға тартылады қазір. Бірақ ажал аузындағы адамның ақтық тілегін бермеу король атыма сын. Бала скрипкасында ойнауға тиіс, дейді. Қорқыныштан қалшылдаған Сопы: Тақсыр, олай болса мені анау қарағайға тас қылып тандырып тастаңыз. Өтінемін, дейді. Жасауылдар Сопына мықтап байлаған соң, бала скрипкасын иығына тіреп, қияғын жалт еткізе сермейді. Сол сәтте тамашаға жиналған бүкіл қауым билей жөнеледі. Король мен королева жүр қол ұстаса жеңгеленіп, ханша жүр шырқ үйіріліп қалықтап, сарай нөкерлері мен жендеттер жасауылдар екпінін тоқтата алмай соқтығыса қарғылайды. Ал Сопы сорлының жағдайы тым жаман еді. Жоғары төмен үйкеле бір қабат терісі сыдырылып қалған. Әрине, король қатты қаһарланды. Қаһары қайнап, күркірей ақырды. Қазір тоқтат жын ойнағыңды, әйтпесе дереу дарға тартқызамын, дейді. Менің онсыз да дар тұзағы күтілі. Тек әуелі сүйікті скрипкамен қоштасып алайын, дейді бала. Жаныңа сауға берем, түсір қияғыңды, деп айқайлайды король, бір-екі рет секіріп кетіп. Бұл дұрыс сөз, дейді бала. Алайда аздау. Мен сері құмардан бір шыққанша билей тұрыңдар. Сосын аса жатасыңдар дарларыңа. Айтшы, не керек өзге, дейді король. Аузын жиғанша аяғының ұшынан тұрып бір айналып түседі. Сұрағаныңды аласың. Рахмет бейліңе, деп бала басын еді. Ханшаны маған қосып жасау ретінде жарты корольдігіңді бересің. Ханша Португал ханзадасымен атастырылған. Егер уәдемізден айтсақ, португалдар соғыс ашады. Онда не істемексің? Дейді король, иіліп, бүгіліп, шалқая дөңгеленіп. Саспа, бір жөнін табармыз. Скрипкамен ант етемін, дейді бала. Өзің біл, мен бәріне де мақұлмын, тек тоқтат мына күйіңді, дейді король ентігіп. Сүйдейді де бұлғын терісімен жындалған шапанның етегін күмпите кілт айналады. Жа, дамылдар шақ жеткен тәрізді, деп бала скрипкасын түсіреді. Жұрттың бары ақылап, өһілеп, аяқтарын нық баса алмай шайқала тәлтіректейді. Сопы жан ұшырып ғибадатханасына безеді. Бала сарғая кіріп, ханша салтанатпен некелеседі. Ханшаның жүзіндегі мұңның ізі де қалмапты. Қуаныштан күлмен қағады. Хош, мұны естіген Португал ханзадасы қалың әскер жинап бұлардың еліне қарай шеру тартыпты. Жер қайысқан жауға қарсы баланың бір өзі шығады. Оқты қарша боратады, скрипкасын құйындай ұйытқытады. Аспан мен жер араласып азан-қазан болады. Біреу оқтан құласа, біреу биден құлайды. Көп ұзамай жер қайысқан қолдан ырымға ешкім қалмайды. Король дүркіретіп үйлену тойын жасайды. Күйеудің ақылына, өнеріне сай, ханшаның бақытында шек жоқ. Бұдан артық қандай қуаныш керек? Тойға баланың шешесі де қатысыпты. Ұлының сарайға келіп бірге тұр деген өтінішіне: жоқ, мен ешқашанда ескі төсегім мен пешімді тастап кетпеймін, деп жауап қайырады. Сонда бала шешесінің жаппасының орнына жаңа үй тұрғызуға ұсталар мен шеберлерді жіберіпті. Олар пеш пен төсекке тимей, солардың үстіне еңселі сарай салыпты.
Жарлы кемпір мен оның жалғыз ұлы өз бақыттарын осылай жетіпті.